Сәлем достар, келесі сабаққа қош келдіңіздер. Және бұл сабақта Linux дистрибутивінің қолданушылары және топтары туралы сөйлесеміз. Енді қарап отырсаңыздар, мен дұрыс слайд ашпаған екенмін. Яғни Linux дистрибутивындағы қолданушылар және топтар. Енді бірінші қолданушылардан бастайық. Және айта кететін нәрсе, мысалы Ubuntu операциялық жүйесіне келетін болсақ, және егерде Ubuntu операциялық жүйесінің басқа да кез келген Linux дистрибутивтарын біз үстел үстінде негізгі операциялық жүйе ретінде қолданатын болсақ, онда бұл жерде қолданушылар туралы ешқандай қиындық туындамайды. Яғни біз бір қолданушыны жасаймыз және сол арқылы жүйеге кіріп, оған root қолданушының мүмкіндіктерін бере отырып, операциялық жүйені толық басқаруға мүмкіндігіміз бар. Яғни бағдарламаларды жою, бағдарламаларды орнату. Жалпы айтқанда, осы операциялық жүйедегі кез келген мәселені өзіміздің икемімізге қарай келтіре аламыз. Алайда бұл сабақта және келесі сабақтар сериясында көбінесе біз жүйе администраторларын басты назарда ұстай отырып жүргіземіз. Себебі Linux дистрибутивтері бұл multi-user және multitasking operating system деп айтып жатады. Яғни Linux дистрибутивтерінде бірнеше бағдарламаны қатар жүргізуге, сондай-ақ бірнеше қолданушыны бір бағдарламаны қолдану барысында қатар жүргізуге, жалпы айтқанда серверлік машина ретінде Linux операциялық жүйесі өте керемет жұмыс жасайды дедік. Және бұған осы multitasking, яғни бірнеше бағдарламаны қатар жүргізуге, параллель жүргізуге мүмкіндігі бар. Және бірнеше қолданушыны бір мезетте қызмет көрсетуге де мүмкіндігі бар. Және де егер Linux дистрибутивіне осы multitasking бағдарламаларды орнатып, бірнеше қолданушы сол бағдарламамен жұмыс жасайтын болса, онда Linux дистрибутивде оны да атқаруға мүмкіндігі болады. Енді мына жерде Википедия парақшасына сілтеме берілген екен, алайда менде қазір өкінішке орай интернет жұмыс жасамай тұр. Соған байланысты өздеріңіз қосымша қарай жатарсыздар. Олай болса, Linux дистрибутивтермен жұмыс жасау барысында бұл жерде қолданушылар жасалынады және топтар жасалынады, және оның барлығын басқару мәселесі осы жүйе администраторларына жүктеледі. Бүгінгі сабақта біз қарапайым мәселелерді қарастырамыз, яғни қалай қолданушыларды жасаймыз, қалай олардың мүмкіндіктерін шектейміз, немесе мүмкіндік береміз, сондай-ақ топтарды жасаймыз, сондай-ақ қарапайым командалармен танысамыз. Олай болса кірісейік. Енді бізде ең бірінші команда who және whoami командасы деп аталынады екен. Ол командалар өте қарапайым команда, яғни мен мына жерде whoami деп жазатын болсам және enter нүктесін басатын болсам, бұл Linux дистрибутивінде OLIT Алматы қолданушысы ретінде жүйеде отырғанымды көрсетеді. Енді who командасын енгізетін болсам, онда тағы да осы қолданушы туралы қосымша мағлұматтарды береді. Енді келесі слайдқа келетін болсақ, бұл жерде қолданушылар және топтар туралы мағлұмат берілген екен. Және бұл жердегі ақпаратты оқитын болсақ, бастапқыда әр қолданушы Linux дистрибутивінде өз бетінше жеке топ болып есептелінеді дейді. Және құқықтары бірдей болады дейді. Яғни Linux дистрибутивтерінде сіз қолданушы жасасаңыз, оны бір қолданушының өзін операциялық жүйе топ ретінде қабылдайды және барлық мүмкіндікті, барлық шектеулерді осы топты басқара отырып іске асырады. Мысалы, бұл жерде OLIT Алматы деп аталатын қолданушы бар, және оны жеке топ деп айтсақ та болады. Егер мен мына жерге ID деп аталатын команда енгізіп, Enter нүктесін басатын болсақ, бұл жерде көретініміз осы қолданушы және оның тобы. Енді төмен жағындағы мағлұматтарды оқиық, барлығы түсінікті болады деген ойдамыз. Файлдарға және директорийлерге қол жеткізу осы топтарды басқару арқылы іске асады дейді. Барлық қолданушыларға жеке user ID беріледі дейді. Сондай-ақ бір немесе бірнеше group ID берілуі мүмкін дейді. Яғни group ID-дің бірнеше болу себебі түсінікті деген ойдамын. Яғни өзінің тобынан басқа қолданушы басқа топтардың да мүшесі бола алады. Мысалы, мына жерде ID командасынан кейін көретініміз осы UID, яғни user ID бізде 1002 екенін көреміз, және оның неге олай екенін келесі слайдта түсіндіріледі. Сондай-ақ group ID бізде тағы да 1002, яғни OLIT Алматы бұл жеке қолданушы, сондай-ақ жеке топ болып есептелінеді. Және бұл қолданушының кіретін тобын қарайтын болсақ, яғни қолданушының топтары дейді, оның ішінде жалғыз ғана OLIT Алматы тобының бар екенін көреміз. Енді түсінікті болды деген ойдамын, яғни әр қолданушыға жеке user ID беріледі, ол уникалды болады әр қолданушының, және group ID беріледі, және group ID-ді бір немесе бірнеше топқа қосылуы мүмкін. Енді келесі слайдқа түсетін болсақ, бұл жерде көретініміз осы көп Linux дистрибутивтарында user ID 1000-нан басталады дейді. Ал Fedora аясында, енді Fedora аясы кішкене өзгешелеу, және ол жерде user ID 500-ден басталатынын көреміз. Біздің жағдайда Ubuntu дистрибутивінде қолданушының user ID-і
1000 екінші екенін көреміз, яғни бұл жерде 1000-шы, сондай-ақ 1001-ші қолданушылар бар. Және бұл жерде айта кететін нәрсе, root қолданушысы user ID әрқашанда 0-ге тең болады. Яғни ең жоғарғы құқыққа ие осы операциялық жүйенің барлық мүмкіндігі бар шектеуі жоқ қолданушы root қолданушы болады. Қолданушылар туралы және топтар туралы мағлұматтар etc, passwd, сондай-ақ etc group файлдарында, яғни директорийлерде сақталынады деп жазылған екен. Және оны біз келесі слайдтардан көреміз. Келесі слайдта бұл жерде қолданушыларды қосу және өшіру мәселесі қарастырылған екен. Және Linux дистрибутивтерінде қолданушыны қосу тек қана root қолданушының құқығы ғана бар деп жазылды. Яғни кез келген қолданушыны жою немесе оны жүйеге қосу осы супер юзердің ғана мүмкіндігі болады. Олай болса, осы Linux дистрибутивінде қазір көрейік. Және бұл жерде қолданылатын командалар енді user-add, сондай-ақ user-del командалары екен. Және бұл жердегі берілген мағлұмат CentOS операциялық жүйесіне жазылған. Яғни мына жерде менде қазір CentOS дистрибутиві жұмыс жасап тұр. Ал Ubuntu'да бұл командалар кішкене өзгеше. Алайда оны бірден түсінеміз деген ойдамын. Яғни қолданушы қосу үшін Ubuntu дистрибутивінде біз add user деп жазамыз. Және қолданушының есімін жазамыз. Мысалы, мен мына жерге test user деп жазайын және enter нүктесін басайын. Көріп отырғандарыңыздар, бізде OLIT Алматы қолданушы ретінде жүйеге кіріп тұрғандықтан маған қазір мүмкіндік бермейді. Яғни бұл жерде жазғаны тек қана root қолданушыны немесе топты жасақтауға мүмкіндігі бар дейді. Олай болса, root қолданушыға ауысайық және команданы қайта енгізейік. Мен бұл жерде su, одан соң root командасын енгіземін және root қолданушының кілт сөзін сұрап тұр. Мен оны қазір енгіземін және enter нүктесін басамын. Көріп отырғандарыңыздай, мен қазір жүйеде root қолданушы болып ауыстым. Енді мен қолданушы қосу мәселесін қарастырайын, яғни add user және test user, enter нүктесін басамын. Және көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде жазады, жаңа қолданушыны қосу, оның аты test user болады дейді. Жаңа топ қосу дейді, яғни әр қолданушы жеке топ болып есептелінеді және test user деп аталынады дейді. Сондай-ақ қолданушыны және топты бірге test user екеуін бірге қосамыз дейді. Және де test userге, яғни бізде мысал ретінде алынған қолданушыға home directory жасайды. Және осы жүйенің дұрыс жұмыс жасауына қажетті файлдарды жүктейміз дейді. Сондай-ақ бізге жаңа қолданушыға кілт сөзді енгізіңіз дейді. Олай болса, мына жерге қарапайым бір кілт сөзді жазайық, яғни 1, 2, 3, 4. Одан соң enter нүктесін басамын. Кілт сөзді қайталаңыз дейді. 1, 2, 3, 4 және enter нүктесін басамын. Көріп отырғандарыңыздай, қолданушының кілт сөзі сәтті жаңартылды дейді. Тест юзерге арналған мағлұматтарды өзгертеміз дейді. Және де қосымша мағлұматтарды енгізіңіз дейді. Бұл жерде қолданушының толық аты дейді. Біз барлығын үнсіз түрде қалдыру үшін enter нүктесін баса аламыз. Олай болса, мен enter нүктесін басайын. Қолданушыға номерді яғни белгілеуге мүмкіндік береді. 1000-нан ары қарай кез келген 64 мыңға дейінгі санды жаза аламыз. Алайда мен тағы да ешнәрсе өзгертпей enter нүктесін басамын. Қолданушының телефоны дейді. Мен оны қалдырамын. Тағы да enter нүктесін басамын. Қосымша мағлұмат бересі бе дейді. Мен жоқ деп enter нүктесін басамын. Көріп отырғандарыңыздай, бұл мағлұматтың барлығын растайсыз ба дейді. Мен y нүктесін басып enter нүктесін басамын. Енді бізде жүйеде жаңа қолданушы пайда болды. Және оның аты test user. Енді мен мына жерге келіп, осы test userді көре аламын. Және бірден test userдің жұмыс үстеліне ауысуға да мүмкіндік бар. Яғни мен enter нүктесін мына жерде басамын. Көріп отырғандарыңыздай, бізде жаңа қолданушының кілт сөзін енгізіңіз дейді. Мен кілт сөзін енгіземін және enter нүктесін басамын. Міне, көріп отырғандарыңыздай, біз қазір test userдің жұмыс үстеліне келдік. Және бұл жерде мен терминалды ашып, яғни терминал қазір бұл жерде жоқ. Терминал деп жазамын. Және көріп отырғандарыңыздай, біз қазір test userдің терминалында отырмыз. Енді мен print working directory командасын енгізетін болсам, бұл жерде home test userді көруге болады. Енді тағы бір қызықты команда, мысалы ID командасын енгізіп көрейік, және тағы осы test user туралы мағлұматтарды көрейік. Яғни ID командасын енгіземін, enter нүктесін басамын. Көріп отырғандарыңыздай, бізде қолданушы test user ID бізде 1000 болды, және оның group ID 1000 болды. Яғни test user бұл жеке қолданушы, әрі жеке топ болып есептелінеді.
және тест user қолданушы қазір тек қана бір топта, және ол топтың атауы тест user. Енді CentOS операциялық жүйелерінде де жүйеге жаңа қолданушы қосу өте оңай, яғни осы командалар кішкене өзгеше болады. Бұл жерде user add және user del командалар қолданады, яғни del деп отырған бұл жою үшін, user add деп отырған бұл қосу үшін. Енді CentOS-та да оны бірден көріп кетуге болады, алайда бұл жерде консоль екенін ескеріңіздер. Олай болса мен қазір user add командасын енгізейін және test user деп жазайын, және enter нүктесін басайын. Көріп отырғандарыңыздай бізде қосымша ешқандай мағлұмат шықпады, яғни тест user бізде қосылғаны анық. Алайда оны тексеру үшін, мысалы, қазір мен мына жерге қосымша командалар енгізуім керек. Мысалы, passwd test user деп жазсам және enter нүктесін басатын болсам, көріп отырғандарыңыздай тест userдің кілт сөзін өзгерту дейді, және мен тағы да 1, 2, 3, 4 командасын енгіземін. Бізде бұл кілт сөз нашар дейді, алайда мен тағы да оны қайталап enter нүктесін басамын. Және мысалы su test user командасын енгізіп enter нүктесін басатын болсам, көріп отырғандарыңыздай біз қазір тест user ретінде жүйеге кіргенімізді байқайсыздар. Енді мен exit командасын басамын және қайтадан root қолданушысына келемін. Енді көріп отырғандарыңыздай Linux дистрибутивтерінде қолданушыны қосу өте оңай, және оны жою үшін қолданатын командаларда тағы да өте оңай іске асуға мүмкіндік береді. Бұл жерде CentOS операциялық жүйелерінде user del командасы қолданылады, яғни Red Hat, CentOS тағы басқа дистрибутивтерде, ал Ubuntu'да қолданатын del user командасы. Енді оны да көруге мүмкіндік бар. Олай болса, біз қазір тест userді жоюға тырысып көрейік. Ол үшін мен тағы да жүйеден қазір шығамын. Және ол IT Алматы қолданушысы ретінде жүйеге кіріп, тест userді жоюға да тырысып көрейік. Олай болса, мына жерде мен қазір экранды тазартайын, одан соң del user, және біздің қолданатын команда бұл жерде help командасын бір рет көрейік. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде қолданушыны жою үшін қолданатын del командасында мынандай қосымшаларды қолдана аламыз, яғни 2- remove home деп жазатын болсақ, онда қолданушының home директоры жойылады дейді, яғни басты жұмыс жасайтын файлы барлығы жойылады дейді. Олай болса, осы команданы пайдаланып көрейік. Және айта кететін нәрсе, әр командаға осы help командасын көмек ретінде пайдалансаңыздар болады. Енді мен мына жерге қазір команданы енгізейін, яғни user del 2- және remove. Одан соң бізде home деп жазамын және test user деп жазамын. Enter нүктесін басамын. Яғни мен көріп отырсаңыздар, мына жерде user del командасын енгізіп жердім, алайда Ubuntu'да ол бізде del user және -remove home және test user. Enter нүктесін басамын. Және көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде барлық файлдар жойылды дейді, яғни test user тобы, сондай-ақ test user қолданушысы барлығы жойылды дейді. Енді бұл жерде тексеру үшін тағы да мына жерге келуге болады, және көріп отырғандарыңыздай бізде қазір test user қолданушысының жойылғанын көруге болады. Енді біз келесі сабақта осы қосымша тағы да слайдтарға келеміз, және etc passwd файлымен танысамыз, сондай-ақ passwd командасына тағы да бір рет шолу жасаймыз. Олай болса, келесі сабақта жүздескенше әзірге қоштасамын.